Баршаңызға сәлем достар. Мерекелік дастарханға дәл осындай тортты, бәліштерді, бауырсақ және балқаймақты үй жағдайында өздеріңіз дайындай аласыздар. Торттың, бәліштердің, бауырсақтың видео рецептеріне сілтемені видеоның астында қалдырамын. Ал қазір балқаймақты дайындауға кірісеміз. Менде 1 литр қолдың қаймағы, міндетті түрде қолдың қаймағы болуы қажет. Қаймақты ыдысымызға құйып, отқа қойып, үнемі араластырып тұрып қайнатамыз. Қаймағымыз қайнағаннан кейін оған 2 ас қасық манка жармасын қосамыз. 2 ас қасық қант. Қаймақ қайнағаннан кейін осылай жылдам араластырып тұрамыз. Енді 3 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны қоспастан бұрын ең алдымен шанышқымен жақсылап араластырып алу керек. Сосын оны қаймаққа аз-аздан енгізіп, жылдам араластырамыз. Жұмыртқаны қосқаннан кейін қаймағымызды қайтадан қайнатамыз. Сосын астын баяу отқа қойып, 10 минут қайнату қажет. Манка жармасы толық піскенге дейін. Балқаймағымыз дайын болатын кезде тағы да дәмін көріңіздер. Егер де сіздерге қанты аздау көрінсе, онда тағы да қоссаңыздар болады. Мінекей достар, біздің балқаймағымыз дайын болды. Енді балқаймақты дастарханға тартатын ыдысымызға ыстықтай күйінде құямыз. Сосын оны салқын жерге қойып, суытамыз. Осылай балқаймақты бал қоспай қантпен ғана дайындаса болады. Егер де сіздерге балға аллергия болса, онда балқаймақты дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Осы пісірген заттардың және тосаптарыңызды, май, конфет және жаңғақтарды қойсаңыздар, дастархандарыңыз өте керемет болып жайнап шығады. Міндетті түрде мерекелік дастарханға осылай пісіріп көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.